2018 жылдың 11 айдың қорытындысы бойынша өнеркәсіп өндірісі 104,5% құрады. Жоспар 103,3. Оның ішінде тау-кен өнеркәсібінде 104,7 және өңдеу өнеркәсібінде 104,9. Еліміздің 14 өңірінде өнеркәсіп өндірісінің көлемі сақталып отыр. Ал 3 облыста өсім төмендеді. Ол Түркістан облысында 3,7%-ке, Батыс Қазақстанда 4,4%-ке және Қызылорда облысында 6,7%-ке. Кен өндіру секторында өндірістің көлемі 7,3%-ды құрады. Ал түсті металл рудасының көлемі 3,9%. Өңдеу өнеркәсіп 4,9% өсті. Және бірқатар салаларда өсім байқалуда. Атап айтқанда ол металлургияда 3,7%-ге, машина жасау саласында 15,7%, химия өнеркәсібінде 7,2%-ке. Көлік кешенінде 11 айдың қорытындысы бойынша нақты көлем индексі 104,6 құрады, жоспар бойынша 104,8.